Баршаға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерменен дәл осылай glitch текст жасауды үйренетін боламыз. Біз ол үшін создать проектті басамыз, және мына жерде біз ешқандай импорт файл істемей-ақ дәл осы жерде текст бөліміне кіреміз, және текстті таймлайнға осылайша тастап аламыз, және біз текстке қалаған сөзді жазып алсақ болады. Мен мысалы мына жерде glitch деп жазамын. Мінекей, менде текст жазылды, дайын болды. Сіздер қалаған сөзді өздеріңіз жазып алсаңыздар болады. Мінекей, менде текст дайын болды. Енді мен осы жерде текстті мына жерден шрифтті таңдап аламын. Мен мысалы мына текст бар екен. Дәл осы текстті таңдап алған соң мен осылайша тексттің размерін үлкейтіп аламын, және де алмасты алып осылай текстті бірнеше бөліктерге бөліп тастайтын боламын. Мінекей, бізде текстіміз дайын болды. Енді екінші кезек осы жерде қалатын. Бірінші текст бізде ақ түс болады, кейін мына жерде қызыл және көк түстен құралады glitch. Өздеріңіз қаласаңыздар мына жерде кез келген түсті таңдап қойсаңыздар да болады. Ендеше мына жерде барлығын осылай белгілеп аламыз. Өзімізге қалаған түстерді осылай таңдап белгілеп аламыз. Мен мысалы осылай істеп шығамын қазір барлығын. Мына жерде ақ, мына жерде қызыл деп сол сияқты. Мінекей, менде текст дайын болды. Енді осыны мен анимация жасауым керек. Ол үшін бізде бірінші орында мына ақ текстті осылай үстіне қойып, былай жайып алатын боламыз. Кейінгі кезек мына жерде осылай біздің тексттеріміздің, түрлі түсті тексттеріміздің арасын осылайша ашып алсақ бізге оңай болады. Мінекей, бізде текст басталды. Енді мына жерде астыңғы слой болады. Бұл астыңғы слойдың размеріне тиіспейміз. Бұны жай ғана осылай жылжытып қоямыз. Мінекей, ақ, сосын артынан қызыл түс шықты. Одан кейін мына жерде көк түс шығу керек. Көк түсті де осылайша біз бұрып қоятын боламыз. Мінекей, көк түстің үстін таңдап осылай істедім. Енді бұл более естественный шығу үшін мына жерде біз осылай слой қылып қоямыз. Мінекей, мына жерде осылай астына үстіне осылай қойып шығатын боламыз. Мінекей, енді осылай слойларды қойғаннан соң мына жерде осылай слойдың үстіңгі слойдың осылай позициясын осылай жылжытып қоямыз. Біреуін оң жаққа, біреуін сол жаққа осылай жылжытып қойсақ болады. Мен мысалы әртүрлі қылып под себе осылай қоятын боламын. Мінекей, енді осы жерде мен кішігірім glitch текст монша ұқсамай тұр. Барлық жерде бір түс тұр. Мына ақ түс барлық жерде тұр. Енді бұл барлық жерде тұрмау үшін мен кадрды жақындатып аламын. Мінекей, осылайша кадрды жақындатып аламын. Осылай бір-біріне екі түстің арасы осылай бір-біріне связка болу керек. Сол кезде біздің glitch текстіміз более естественно көрінетін болады. Енді мен осылайша кесіп тастаймын текстті. Мінекей, керексіздерін осылай кесіп отыратын боламын. Енді өздеріңіз қалауларыңызша істесеңіздер болады. Мен бұны өзім қалауымша істеп жатырмын қазірше. Мінекей, бізде осындай таймлайнда осындай нәрсе пайда болды. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай glitch текст тура шынайы түрге ұқсап шықты. Мінекей, glitch текст. Сіздер бұл осындай glitch тексттің стилін өздеріңіз видеоларыңыздың интросына қойсаңыздар болады. Біздің видео анимациямыз тағы да шынайы шығу үшін біз Ctrl-A кнопкасын басамыз. Барлығы таңдалды. Енді өздеріңіз білетіндей өткен сабақтағы сборник клип сияқты Alt-J-ны басып барлығын бір композицияға жинап, сосын біздің композицияны осылай таймлайнға тастап аламыз. Мінекей, дайын болды. Енді мына жерде эффекті бөліміне кіреміз. Сіздермен эффекті бөлімінде сабақ өткен болатынбыз. Енді мына жерде эффекті бөлімінде мына жерде glitch деген бөлімше бар екен. Осы бөлімшеде мына жерде тек қана бір ғана glitch эффект тегін екен. Мінекей, 2 штук glitch эффект тегін, қалған барлығы pro версия болып кетті. Енді біз мына жерде glitch эффекті осылай таймлайнда сборник клиптің ішіне тастайтын боламыз. Мінекей, бізде более glitch эффект шынға ұқсап шықты. Мінекей, бізде дайын болды. Енді егер өзгертем мендегі glitch эффект болмайды, текстті өзгертем дейтін болсаңыз, мінекей, мына жерден басып өзгертсеңіздер де болады. Немесе одан да қолайлы вариант
өздеріңіз білетіндей видеоны үстіне 2 рет басамыз, сол кезде мына жерде сборный клип деген шығады. Дәл осы жерде біз кадрды жақындатып аламыз және мына жерде кез келген текстің үстіне осылайша басып, мына жерден осылай изменить етуімізге де болады. Дәл осылай изменить етіп, сосын керек жерін осылай туырлап алғаннан соң мына жерде сборный клиптан шығамыз. Мінекей таймлайнда бізде дайын видео анимациямыз дайын болды. Мінекей глич эффектті дәл осылай істейтін болады. Сабақты көруде жалғастырыңыздар. Сіздерменен әлі алдағы уақытта тағы 5 шақты сабағымыз қалды. Сол 5 шақты сабақты біткеннен соң CapCut бағдарламасының мобильді версиясын сіздерменен бірге 0-ден бастап про дәрежеге дейін үйренетін боламыз. Ал ендеше сіздерге кішігірім осы жерде бір лайфхак көрсетіп кетейін. Мен осы жерде мінекей дәл осылай видео анимация істеп алдым. Ендеше келесіде мен тағы осылай глич эффектті 0-ден бастап істеп жүрмеу үшін мен дәл осы сборный клипті мишканың оң жағынан басамын және мына жерде сохранить пресет деген бар екен. Осы пресетке сақтап аламын. Ол пресетті мен мына жерден import ваши пресет деген жерде мінекей glitch text деген бар екен. Мінекей менде дайын болды. Дәл осы анимациямды кез келген видеоның үстіне де, жанына да осылайша мен қоя беретін боламын. Жалпы мына жерде өзім кішігірім пресет істеген болатынмын. Мінекей енді бұл пресетті көріп тұрсаңыздар, мына жерде бұл анимация мен видеоға анимация беріліп осылай істелген болатын. Енді біз бұны пресетке осылай сақтап алғаннан кейін біз бұны 0-ден бастап істеп жүрмейтін боламыз. Егер өзгерту керек болса, пресеттің үстіне басып осылай өзгертетін боламыз. Келесі сабақта сіздерменен осылай пресет істеуді де үйрететін боламын. Ол онша көп уақыт алмайтын болады. Ал енді сіздермен қоштасамыз. Қош, сәлемет, сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп видеоны үйренуде жалғастырыңыздар.